үкінің киесі. Но заманында ан су тартылған сон. Таулардың тебеске ерінет. Асқар таулар. Нух маған тоқтанды. Адамзат ұрпаты. Менен қайта таралат деп таласат. Зібур тауы ғана сыныптық танытып. Бұл дережеге лай егемеспін. Нухтың кемесі биік тауда тоқтар дейді. Кудайда. Казбуртын, кішпейіл мінезі унап. Нух кемені Казбуртқа кондыр. Тірші, лік сол жерден басталсын. Деп біретет. Казбурт тау қайда? Деп сұрайды. Тәңірсі сонда оқы деген күш жаратып. Мына күшті қасына ал. Оның кезі еткір, түнде келет. Казбуртқа баратын жолды сол біледі дейді. Казбуртқа жеткен. Кеменің алдына жол көрсетіп, ошып. Отырады. Нух жида дауын, сосын арат. Тауын айналып өтеді. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап, салқып кетіпті. Сонақтайда олардың жақыларынса кемеге ұқса шартастар түзіліпті. Нух Казбуртқа аман есен тоқтайды. Ме тоқтаған бетте пайғамбар күш ұлы жап. Басқа осы жерге қазық қыр. Деп бұйыра. Сосын өкіге риза болып. Орман, тоғайдың несі бұл? Шаңыра, гімні киесі бұл. Деп бата берді. Содан өкіге айрықша кие дарит. Адамдар оны тіл кестемесін деп, баланың бесігіне, қыздың беркіне тағатын болыпты. Асқар таулар қанша жалынса да, өкі топ, тамай айналып етеді. Сонда таулар өкіні картап, кезік кер болып, кермей қалсын. Депті. Содан бастап өкінің кезі күндіз көр,